Қиялдан тыс. Көктегі әкемнің үйінде тұратын орын көп. Енді сол жерден сендер үшін орын дайындауға бара жатырмын. Жохан жазғаныз хабар 14-ші тарау 2-ші аят. Бұл әлемнің беретін тыныштығы жалған тыныштық. Сізге біреу жер бетінде тыныштық бар десе, ондай адамнан қашыңыз. Сіз оны бұл әлемнен таба алмайсыз. Қуаныш диетада, некеде, немесе жұмыста деп айтатын жалған дәрігерлерден де сақтаныңыз. Керемет өмірді көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Сіз елестеткен өмірде тыныштық бар ма? Енді тек тыныштықты ойлап көріңіз. Сол керемет өмір қуаныш дегенді білдіре ме? Енді өзіңіздің ең керемет бақытыңызды елестетіңіз. Ал сол керемет өміріңізде сүйіспеншілік бар ма? Егер бар болса, онда шексіз сүйіспеншіліктің қай жерде бар екені туралы ойлаңыз. Аспанның сіз үшін маңызы қандай болса да, оның шексіздігін көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Және осыны жадыңызға жақсылап сақтап қалыңыз. Енді көктегі әкеміз сіздің есіңізге мынаны салады. Алайда алдын ала жазылғандай, көз көріп, құлақ естімеген адам ойына ешқашан келмеген игіліктерді Құдай өзін сүйетіндерге дайындап қойған. Біз көктегі керемет мекенді суреттеп айта алмаймыз. Себебі ол біздің ақыл санамыздан, яғни қиялымыздан жоғары. Құдай есіміңді дауыстағанда.